Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын орыс халқының ұлттық тағамының бірі уханы жасап көрсететін боламын. Алдыңғы видеода форель балығын қуырған болатынмын. Соның қалған басы мен құйрығын тастамай, содан шағын, біз үйде 2 адамбыз, соған уха жасадым. Салқын суға балықтың басын салып, астын жағып, бір қайнатып, осылайынан жақсылап көбігін алып, балықты 35 минуттай пісіріп алдым. Піскеннен кейін балық пен құйрығын сүзіп алып, табаға оның сорпасын осындай сүзгіштен өткізіп алдым. Сонда ішінде жаңағы уха пісу барысында осындай қалдық көп майда сүйектер сорпаның түбіне түседі. Соны жақсылап сүзіп алсақ, кейін сорпамызды қорықпай іше беретін боламыз. Енді қайтадан ыдысымызға жаңағы сүзіп алынған сорпаны құйып, үстіне дәмі бойынша тұз, қара бұрыш, лавр жапырағы және де картошканы осылай төртбұрышты етіп турап салып, барлығын пісіріп аламыз. Сол арада енді ыдысқа сұйық май құйып, пияз салып, тәтті перец салып, және де үкіштен өткізілген сәбіз, болмаса менде осындай салат болған, сәбізден содан кішкене салып, барлығын жақсылап араластырып, және осындай жаңағы чесноктың өзегі дейді ғой, енем осылай турап, тұздап берген, содан салдым. Енді оны өздеріңіз жаңағы қалауларыңыз бойынша қандай көкөністер бар, соны салсаңыздар болады. Жай чесноктың өзін салсаңыздар да болады. Бір қуырып аламыз, жартылай піскенге дейін. Одан кейін жаңағы піскен картошкамыздың үстіне осы салмамызды салып, барлығын жақсылап араластырып, піскенше 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей бізде барлығы жақсылап пісті, тұзы бәрін көріп аламыз. Одан кейін жаңағы балықты жақсылап мен тазалап, майда сүйектерінен тазалап, жаңағы дайын пісіп тұрған сорпамызға салдым. Мінекей осылайынан бір араластырып аламыз. Болды, біздің ухамыз дайын, өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көп рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Жанна. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.